Құрметті тыңдаушылар, бүгін мен сіздерге адал сүт өнімдерінің агрокешенін құру бойынша бизнес жоспарымызды ұсынамын. Бұл жоба сүт өңдеу саласын дамытуға, жоғары сапалы өнім өндіруге және экономикалық тиімділікті арттыруға бағытталған. Жобаның мақсаты мен міндеттері. Мақсаты жоғары сапалы сүт өнімдерін өндіру арқылы нарыққа экологиялық таза және пайдалы өнім ұсыну. Міндеттер: сүт өңдеудің заманауи технологияларын пайдалану, шикізат пен құрал жабдықтарды тиімді қолдану, және де өндіріс көлемін ұлғайту және тұрақты нарықтық қатынастар орнату. Мен 2022 жылы жетекшімен бірге жобаны қолға алдым және де жобада атқарылған әрбір жұмысты күнделікке енгізіп отырдым. Мен сүтті қабылдап, сапасын тексеріп, өңдеп, гомогенизациялап, одан кейін пастерлеп, қапталған соң сақтау камерасына жіберемін. Бұл адал сүт агрокешенінің проекциясы. Адал сүт агрокешенінің жұмысшыларының тізімі: ең бірінші басшы, содан соң бухгалтер, технолог, лаборант және де жұмысшы. Экономикалық тиімділік және нарықтық талдау. Өндіріс көлемі күніне 100 литр сүт және де 100 литр айлан өндіріледі. Қаржылық көрсеткіштер: күндік табыс 25.096 теңге, айлық табысы 2.265.000 теңге, шығындардың шегергендегі таза пайда 500.000 теңге. Нарықтық талдау: негізгі бәсекелестер анықталды, Жаңатас қаласындағы тұтынушылармен байланыс арналары қарастырылды, өнімнің нарықтағы орны мен болашағы бағаланды. Біз адал сүт өнімдерінің қаптамасын басқа сүт өнімдерінің қаптамасынан ерекше болу үшін біз оны осылай ерекшелетіп жасадық. Бұл біздің болашақ адал сүт өнімдеріміздің болашақ қаптамасы. Нарық пен бәсекелестікті талдау бойынша мен адал сүт өнімдерін қаладағы ең ірі дүкендерге ауызша келісім жасадым. Әлеуметтік тұтынушылармен өзара әрекеттесу арналарын талдау бойынша неліктен сіз өз бизнесіңіз үшін осы орынды таңдадыңыз деген сұраққа мен сүт өнімдерін көп тұтынатын дүкендермен келіссөз жасадым. Жаңатас қаласындағы адал сүт агрокешенінің мекен жайын жобамен 6 бөлтек ауданында орналастырып отырмын. Қорытынды: бұл жоба ауыл шаруашылығы саласының дамуына оң әсерін тигізеді, жаңа жұмыс орындарын ашады және тұтынушыларға сапалы өнім ұсынады.